Исаның неліктен құрбан болу керек болғанын түсінуіміз үшін бізге мына сұраққа жауап беруіміз керек. Құдай кім? Қысқаша бірнеше минут ішінде жауап беруге тырысам. Біз Құдайды негізінде оның қасиеттері арқылы танып білеміз. Оны толығымен білуге біздің санамыз жетпейді. Құдай сондай ұлы, ал біздің санамыз шектелгендігі соншалықты. Құдай өзінің қандай екендігін өзі ашып беруге тиіс болды. Және соны киелі жазбада орындады. Құдай сөзінде, яғни киелі кітапта. Ол өзін адамдарға өзінің қасиеттері арқылы көрсетті. Сіздер Құдайдың қасиеті жайында естідіңіздер деп сенем. Мүмкін бағушыңыздан болар, немесе радио, теледидар арқылы біреулер айтқан болар. Мысалға, Құдайды сүйіспеншілік деп айтуға болады. Сүйіспеншілік бұл Құдайдың қасиеті. Құдай ақиқат, ол киелі, ол әділетті, ол құдіретті. Құдай күшті, барлығын білетін, мінсіз және кінәратсыз. Осы тізіп айтқандарымның барлығы Құдайдың қасиеттері. Ал мәселе мынада. Мен бұған семинарияда жүрген кезде назар аударған болатымын. Мен семинарияға Мәсіхте әлі сәби күйінде келдім. Сондықтан менің сұрақтарым өте көп болды. Сонымен көптеген адамдар жайында не түсінгенімді білесіздер ме? Адамдардың сенімі бойынша, егер Құдайдың барлық қасиеттерін алып оларды біріктірсе, қосындысында Құдай болып шығады. Бұл дұрыс емес. Адамдардың көпшілігі Құдайдың қасиетін оның бір бөлігі деп ойлайды. Бірақ бұл олай емес. Біз Құдайды сүйіспеншілік деп айта тұра, сол сүйіспеншілікті Құдайдың бір бөлігі деген мағынада айтпаймыз. Оның бір бөлігін киелілік деп, басқа бірін ақиқат деп айтпаймыз. Осы түрлі қасиеттерін қосқанда, нәтижесі Құдай болады деп шығара алмаймыз. Құдай деген кім сонда? Қасиет деген не? Менің түсінгенім мынау. Қасиет дегеніміз бұл Құдайдың болмысы бойынша кім екендігіне байланысты ерекше көзқарас. Қандай мағынада айтып тұрмын? Сүйіспеншілік жайында айтқанда, оның Құдайдың бір бөлігі деп айтпаймыз. Бірақ сол сүйіспеншілік Құдайдың табиғатына тән екендігін растаймыз. Яғни әрбір қасиет бұл Құдайға тән нәрсе. Осы қасиеттерді қосып, нәтижесінде Құдай болып шығады деп айта алмаймыз. Өйткені оның әрқайсысы Құдайдың табиғаты бойынша кім болып келетіні жайында ақиқатты ашып айтады. Осыдан жаңа сұрақ пайда болады. Семинария студенттерінің Құдай істей алмайтын бір нәрсе бар ма деген сұраққа жиі сөз таласатыны есімде. Сізге осындай сұрақ қойған кездер болды ма? Мысалға, Құдай өзі қозғалта алмайтын үлкен тасты жарата алады ма? Немесе соған ұқсас сұрақтарды. Осындай нәрселер жайында ешқашан ойланбағаныңызға бәстесем. Солай емес пе? Құдіретті Құдай тіпті өзі қозғалта алмайтын тасты жарата ала ма? Қасиет дегеніміз Құдайдың болмысына деген ерекше көзқарас екендігін біле тұра, Құдай істей алмайтын көптеген нәрселер бар деп айта аламын. Құдайды қалай шектей аласыз деп айтуыңыз мүмкін. Африканың халықаралық исламдық шақырылым орталығының төрағасы Ахмед Дидатпен сұхбаттасуымда осындай мәлімдеме жасағанымда аудитория түсініспеушіліктен жарылғандай болды. Бірақ өзімнің ойымды түсіндірген кезде олардың ашулары сейіліп кетті. Мен осындай көптеген нәрселер бар дедім. Барлығы наразыланып, жоқ деп. Ал мен оларға иә дедім. Мұқият тыңдаңыздар. Құдай өзінің табиғатына қайшы келетінді істей алмайды. Басқаша айтқанда, Құдай сүйіспеншіліксіз әрекет ете алмайды. Неліктен? Өйткені ол сүйіспеншілік. Ол өзінің бір қасиетін басқалар үшін алып тастай алмайды. Құдай өзінің киелілігін сүйіспеншіліксіз көрсете алмайды. Ол өзінің құдіретін әділдігінсіз көрсете алмайды. Сонымен, Құдай өзін сөзінде қалай танытқанына қарап, ол өзінің табиғатымен шектелген деп айтуға болады. Ол өзінің табиғатына қайшы келетінді істей алмайды. Яғни, Құдай өзінің табиғатына сәйкес келмейтін көптеген нәрселерді істей алмайды.